Мен Каспий қоғамдық университетінің Әділет колледжінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Ырымбеков Ерлан Қайырұлы. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздер бүгін түбір сөздердің емлесін біліп, оған қосымшалардың жалғауын үйренесіздер. Қазақ тілінде түбір сөздер тіл үндесі бойынша жазылады. Азамат, ынтымақ, босаға, тұрмыс, әсем, мемлекет, зет, үміт, сөйлем. Қазақ тілінің емлесінің негізгі ережелерінің 11-ші параграфы бойынша сөздер бірыңғай жуан не жіңішке үндесіммен жазылады. Ескерту. Кейбір кірме сөздерде үндесім сақталмай жазылады. Құзырет, құдірет, мұғалім, қызмет, қошемет, ақырет, қасиет, қадір, кітап, тауқымет, қазірет. 12-ші параграф бойынша сөз тіркесіндегі жеке сөздердің негізгі тұлғасы сақталып жазылады. Мысалы, құлын, құлын емес, жүзім, жүзім емес, көйлек, көйлек емес, жүрек, жүрек емес, орындық, орындық емес, көк орамал емес. 13-ші параграф бойынша бір қатар кірме сөздер айтылуы бойынша игерілген түрде жазылады. Мысалы, тауар, номер, пошта, костюм, пальто, пояс, сез. Енді қосымшалардың жалғауына тоқталайық. 14-ші параграфта қосымшалар түбір сөздің соңында соңғы буындағы дауысты дыбыстың үндесіміне қарай не жуан, не жіңішке болып жазылады. Мысалы келтірсек, жұмысшылардың, қарттардың, бақшамызда, мекемеде, берекесі, теңізшілер, кітаптың. Ал 15-ші параграф бойынша сөздің соңғы дыбысы қатаң болса, оған жалғанатын сөздер қатаңдан басталады. Дауысты ұяң немесе үнді болса, қосымшалар ұяң немесе үндіден бастап жалғанады. Халыққа, қыраттар, мектепке, көлікпен, тәжге, қарызға, жұлдыздар, таңға, пәндер, талдың, көлге, балаға, балалар, әжеге, әженің. 16-ші параграфта түбірдің соңғы буынында үнді дауысты дыбыстан кейін у, әріптері тәуелді қосымшасы жалғанғанда түсіріліп жазылады. Ауыл, аулы, дауыс, даусы, ерін, еріні, халық, халқы, орын, орны, ғұрып, ғұрпы, қырық, қырқы, көрік, көркі. Ескерту. Мағынасына нұсқан келетін сөздерде түсірілмей жазылады. Құлып, құлпы, көрік, көрігі, ұстаның құралы, қалып, қалыбы, нанның қалыбы, құрық, құрығы, сандық мағына, нарық, нарығы, термин. 17-ші параграф бойынша соңғы буында әрпі жазылатын түбір сөздерге қосылатын қосымшалар жіңішке жалғанады. Кінәсі, кінәсінің, кінәлі, кінәсі, кінәсінің, күнәсіне, күнәсінен, шүбәсі, шүбәсінің, шүбәсіз. Бірақ ашық дауыстылармен келетін қосымшалар жуан жалғанады. Мысалы, күнәға, күнәдан, күнәлау, шұбалану, күәға, күәдан, күмәнға, күмәндану. 18-ші параграфта с немесе с дыбыстарына аяқталатын сөздерге с, ш дауыссыздарынан басталатын қосымша жалғанғанда түбірдің негізгі тұлғасы сақталып жазылады. Түссіз, түссіз емес, сөзсіз, сөзсіз емес, жасын, жасын емес, басшы,
басша емес. Ауызша емес. Құсша емес. 19-шы параграф бойынша Н дыбысынан аяқталатын сөздерге Г, Б, М дауыссыздарынан басталатын қосымша жалғанғанда түбірдің негізгі тұлғасы сақталып жазылады. Мысалы, бұрынғы емес, жаңға емес, қауынға емес, түнгі емес, төменгі емес, жүгенге емес. 20-шы параграфте К, Қ, П дауыссыздарына аяқталатын түбір сөзге тәуелдік жалғау жалғанғанда Г, Б болып яңдалып жазылады. Жүрегі, сүйегі, күрегі, қазағы, байрағы, тарағы, кітабы. Ал осы дауыссыздарға аяқталатын жетістік түбіріне көсемшенің А, Е, жұрнағы жалғанғанда Г, Б болып жазылады. Егеді, төгеді, тағады, бағады, кебеді, кеуіп. Бірақ сапында, тарабында, тарапымыздан, қазақы тәрізді сөздерінің түбір тұлғасы сақталып жазылады. Мысал келтірсек, сапында, тарапында, тарапымыздан, қазағы. 21-ші параграф бойынша алсақ, түбір сөзге хана, гөй, қой, кеш, паз, кер, тал, бар, қор, күнем, нікі, тікі, мен, ден, пен тәрізді араб парсы тілінен және төл қосымшалары сөзінің соңғы буынның жиналған жуан жіңішкелігіне қарамай жалғанады. Кітапхана, емхана, дана гүл, ақыл ғой, сән қой, әуес қой, арба кеш, әуес қой, жихан кез, өнерпаз, білімпаз, заңгер, саудагер, кәсіпкер, қайраткер, сезімтал, ұғымтал, діндар, қарыздар. Түбір сөзге қосымшалар жалғауының соңғы 22-ші параграфына тоқталайық. Екінші сыңарлы басы, асы, ағасы, анасы тұлғаларымен келген біріккен сөздердің септік жалғаулары сөздің тәуелдік формасына жалғанады. Оны мысал түрінде келтірейік. Елбасына, елбасын, елбасында, отбасында, қонағасына, қонағасында, отағасына, отағасында, отанасында. Бұл сөздерге тәуелдік жалғауының үшінші жағы жалғанбайды. Осымен түбір сөз емлесінің қосымшаларының жалғауының тақырыбындағы бейне дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.